жағынан бір ұраны. Жағынан ұрғызып, қарап тұрамсы. Тамақты зыңғылып, үйді зыңғылып, мені күтіп отырмын, кешке келем. Кеше, қайға кет барсың азанмен? Рибалка дедім, рибалка. Қандай рибалка, сен азанмен күтіп жататын барудан да отын жар. Қайдағы отын не? Мен отын жаралатын бедім. Мен тек балық аулаймын. Сүйетсіз қалсын, ондана кірді жай, өзім-ақ отын жаралам. Кір жаясың ба, отынды жарасың ба, тамақ істейсің ба? Өзіңнің тірлігің ол, мен балыққа кеттім. Кешке зор тамақ істеп қой. Кеч. Қазір ұқтаумен басын жарым, кеч бар. Ауылдағылар ұр деп ойлап қалатын шығар. Не қалпағаны ва? Бұл қандай ұры, жағынан бірін кеткізейін ба? Бұл қалпақ крутойларға арналған, мен сияқты крутой жігіттерге арналған. Сен ба крутой, қыз жағынан деп ұрам сен құры. Болды сен мықтысың, ертеңге 5 темек алам. Ойбей, бол. Кешке күшті сорпа істеп қой, қарным ашып келеді. Балыққа кетіп баратқан адам балық жеп келеді ғой, қарны тойып. Сонда. Сұрағаның алдыңна іздемей-ақ табылады деген осы екен ғой. Сестра, қалайсың? Күндерің қалай өтіп жатыр? Менің атым Аза. Аза Сиган деп есімден болады. Сиган? Осы таң атпай, сендер не көшеде жүресіңдер? Істейтін тірліктерің жоқ па сендердің үйлеріңде? Кеча, адам көңілге жоқ кезде сестра деп келіп тұрған қараш. Сестра, мен саған қазір кетемін, қазір қорықпа қой. Мен қазір саған күш тілеп, бала ашып берейінші, беш тамырларыңнан. Күйеуің балыққа барады ма екен, әлде көшеде нан жеп жүреді ме екен, шынымен көрейін. Бән де көрдім ғой, сені боқтап кетіп бара жатыр. Кәні бала ашып берейін саған. Әшейін, маған ақша керек емес, әшейін бір сүттеп тұрып шай берсең болды. Кеше мен әлі тамақ істеуім керек, тірліктерім көп, ана алқашқа тамақ істеуім керек мен. Ашуыңды башы жаным, сестрам, терлеп үстімне май сасып кетіпті ғой. Мен сияқты әдемі болып жүрмейсің ба, баяғыда әдемі болғансың ғой. Білем, сені белің ауырама, басың ауырама. Сен өзіңді әдемі деп ойлап жүрсің ба? Ой, қойшы. Сиган, сендермен біз білесіңдер ма, балдарымызды қорқытамыз, қазір Сиганға берем деп. Қойша, бабаяқа. Ренжітпе мені, сестра. Сені білем ғой, басың ауырып, аяғың қақсап жүргенін. 2 жылдан кейін сен вообще тұрамай, жүрамай, коляскада отырып қаласың. Қаяқтан білдің бәрі? Ойбай, сестра, мен бәрін білемін ғой. Үйінде әттемі кілемің бар ма, соған сені орап, сенің сыртыңнан әдемілеп оқимын, сосын жақсылап сен терілетіп, ауруларын бәрін жоқ қылып тастаймын. Жүркетіп, мен үйімде кілем бәрі бар ғой, саған сүт сайма білем, берем бәрі бар ғой, жүркетіп, мен алым бәрін істеп таста. Кір, мен енді үй осы, енді күшті жазып кетіп атсам, мен сен күнде қонаққа шақырып тұрам ғой, шай ішеміз. Алдын жап, шыбын түсіп кетер. Жүр, кухня ана жақта. Бауырсақ, құрт, сүт пен шай бар. Не ішесің бәр? Айтқанда кеп берем ғой. Жоқ, қазір шай керек емес, сені жақсылап емдеп алайық. Сосын, ұнама сенің кілемің? Осы. Кел, ортаға отыр. Енді шық деп айтпайынша шықпау.
Отыра бер, жарайма, ашпа. Ойбай, шынымен жазып кетем ба? Жазыласың, уайымдама, жазыласың. Мен ұста, мынанда ұста. Ұста, мынанда ұста. Мынанда ұста. Міне, мынанда ұста. Енді мен қазір бір ән айтамын, сосын тыныш отыр. Түсіндің ба? Мен қазір аш дегенімше ашпайсың, жарайма? Мүлдем ашпайсың. Қазір бір терлемей қалсаң, ауырып қаласың. Жазылмай қалады ауруың. Мен қазір ән айтамын, соны тыныш отыр. Мен қазір аш дегенімше ашпайсың. Ашсаң, терлемесең, бір терлемесең, қазір уже ауруың жазылмай қалады. Мен қазір ән айтамын, тыныш отыр. Шалабайетаның әруағы, шалабайетаның әруағы, шалабайетаның әруағы. Болды. Шалабайетаның әруағы, шалабайетаның әруағы. Арамзаттың жоқ деп қояды, бар ғой міне. Қымбат. Отыра бер, отыр. Мен ашып дегенімше ашпайсың. Мұның маған керек. Жоқ, керегіңіз кіркір екен. Мынау ше, мынау жұмысқа кетіп барайын ба? Фу, бірақ кір. Мынау әдемі екен. Осыны алам. Мынаны киіп көрейінші, әдемі екен. Мынау маған дәл келіпті. Күзде көрсең аласың ба? Кие салам, киюге ақшам бар. Отыр, тыныш отыр. Ашпа. Тық қойған ашылар жоқ бекеме? Жоқ екен. Çoğlan benim. Sürpriz kuku. Hoppa. Ne buna үйде соғыс болған ба? Сәрсен, сема келген. Азами амадында қой менің демде батыр. Қандай азат? Үйде сенен басқа адам көріп тұрған жоқпын. Не болсын қораздар сияқты? Шық, қораздар ұқсап, қонақтар не болсын? Үйдің қақ ортасында. Аза жоқ па не? Аза деген кім? Түс көріп отырсын ба? Не істеп отырсың? Сәрсен, милицияға жанында бол. Мен туынады. Мен жинап жүрген ақшам. Бар екен. Жоқ екен. Сәрсен бол. Жүгір. Заңда. Ақша жоқ па? Өткендегі ақша жоқ па? Жоқ. Милицияға жанында жүгір бол. Не милицияға кеттіңсің? Көршілерге хабар бер. Ой, Алла, не істеймін, бекер кіргізіппін. Тұр ғой, өзімде ақымақ көрінген ғой. Киімім
Ашық. Яқтырмын. Көршілерге айтайын. Көршілер! Дамазаларыңды жабыңдар, цыгандар! Иә, қазір келдім мен садан. Қызыма деп жинап жүрген ақшаның бәрін тонап, бірақ алтын бәрі сонда тонап кетті. Мен саған айтсам, ұстай алмаймыз дейді. Бәрі ауылды сөйтіп тонап жүрер екен дейді. Не істеймін? Ой, мама, айта бермеңізші, қақтайын білейін, ол сиганды алтын ұрап кете ма деп. Ойлаған жоқпын ғой, емдете ма деп ойлап қалып. Сөйтіп бекер көніппін. Сөйтіп ұрап кетті. Телефонды ұстауға қолым тиіп атқан жоқ. Өзің өшіре салсын, мама. Ал, достар, бүгінгі вайн сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Біздің қыздар барын салып, өздеріне ұнап жүрген осы вайнды түсіргісі келіп қоймады. Аяланың рөлі сіздерге қалай шықты? Аяланың да рөлі, Жансаяның да рөлі ұнады деп ойлаймыз. Достар, осы Назыммен бірге каналы біздің достарымыз. Біз өз рұқсатымызбен осы видеоны ол кісілерге ұсынып жатырмыз, қолдауымызды білдіріп. Сіздер де қазақша каналды қолдап, әр қарай өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Назыммен бірге каналында қызық-қызық видеолар шығады. Ал достар, подписаться етіп, лайк басып, коммент жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.